Армысыздар. Бүгін сіздерге 81-ші серияның жүректегі мұз телехикаясының эпизодтарымен таныстыратын боламын. Жихан Таксинді атты деген жаламен абақтыға отырды. Оны іздеп Буньямин мен Мелек және әжесі үшеуі келеді. Буньямин Мелек пен Жиханның кездескеніне қарсы болады. Яғни сыртта күтке тұрғанын, уайымға салынбай баланы ойлауын айтады. Бірақ Мелек шыдамайды. Оның әйел екенін айтып, көруге керек екенін түсіндіреді. Бірақ Буньямин оған түсінгісі келмей, Жихан саған кірмесін, сен баланы уайымдап ауырып қаласың, Жихан үшін ондай жағдайға барма деп тоқтатуға тырысады. Сол кезде Мелек Буньяминге айғайлап тастайды. Біріншіден, мен саған келін емеспін. Ендігідей маған келін жан деп айтушы болма. Жихан екіншіден менің күйеуім. Өзім білем, қай уақытта көргім келеді, қай уақытта жолыққым келеді. Сен емес маған кедергі болатын деп Буньяминге сөйлеп тастайды. Әжесі риза болады. Сол аралықта Таксин мен Мелек сөйлеседі. Таксин барлық жағдайды реттейтінін айтады. Және де уайымдамауын сұрайды. Жиханмен кездесіп, Таксинмен сөйлесетін айтады. Сол кезде Мелек көлігіне отырып, абақтының алдына бармақшы болады. Буньямин оларды тоқтата алмайды, артынан қала береді. Таксин абақтыға кірмекші болады. Ортаға адамдар салады. Нұх оның барғанын қаламайды. Яғни кездестіре алмайтынын айтады. Полиция қызметкерлері қарсы болады. Сонда да Таксин күтемін деп күтіп отырады. Жиханды сол аралықта түрме абақтысына апарып, қолын кісендеп, полициялар алып кіреді. Таксинмен кездесуге болмайтынын айтып, полиция қызметкерлері тыйым салғаннан кейін кездесе алмайтынын біледі. Босқа күткенмен не пайда екенін білгендіктен, пайдасы жоқ екенін білгендіктен Таксин кетіп қалады. Абақтыда отқан адамдар Жихан Шансаланның келетінін естіп, дайындала бастайды. Таза төсек орындарын дайындайды. Бұндай жағдайға бірінші рет түскен Жихан ыңғайсыз күйде қалады. Сол кезде түрмеде жатқан абақтыда қызметкерлер сұрайды. Жихан Шансаланның кім екенін, Жихан Шансаланның бай адам екенін, Каппадокиядағы ең беделді адам екенін айтады. Яғни қонақ үйлер, виллалар, бәрін түсіндіреді. Нұх Сивилайдың артынан қалар емес. Жиханды жақсы қарсы алады. Алла қуат берсін деп барлығы Жиханның қолын алады. Таксин болған жағдайды бәрін есіне түсіру үшін орманға келеді. Қалайда болғанда да Жихан мені атуы мүмкін емес. Бұл жерде бір гәп бар екенін түсініп, осы уақытқа дейін не болғанын барлығын есіне түсірмекші болады. Нұх Сивилайдың артынан қалмай, Сивилай қайда барса сояққа барып, соның кешірімін алуға тырысады. Таксин барлық жүріп өткен жерлерін және де оң қолы қай уақытта шығарып салғанын барлығын есіне түсіре бастайды. Кіммен сөйлескеніне дейін білетін болады. Ол жерге Жихан Шансаланмен татуласуға барғанын есіне түсіреді. Бірақ қалайда болса да Жихан мені атпаған екенін және де ол жазықсыз түрмеде отқанын Нұхқа айтады. Нұх өзінше қарсы болып тоқтатпақшы болады. Мелек өзінің күйеуіне, яғни Жиханға тамақ алып келеді. Оны офицер қызметкерлері кіргізбейді. Яғни тыйым салынған, ондай зат алып кіруге болмайды дейді. Мелек жалбарынып сол жерде рұқсат сұрайды. Ыстық тамақ әкелдім, барлықтарыңызға жетеді. Барлықтарыңыз ауыз тиіңіздер. Жихан да жесін. Ол үйленгеннен кейін бірден түрмеге алып кеттіңіздер, ол тамақтанып та үлгерген жоқ.
өтінемін кіргізіңіздерші деп полиция қызметкерлеріне жалынады. Бірақ біраз уақыт қарсыласып полиция қызметкерлері тұрып алады. Сол аралықта Джихан мен Мелек кездесіп телефон арқылы сөйлеседі. Бір-біріне сағынғандарын, бір-біріне жақсы көретіндігін, бұл қиыншылықтан да уақытша өтетінін айтады. Джихан бұл жағдайға сенбейді. Яғни Мелек те жазықсыз екенін біліп, оны қолдауға тырысады. Барынша қолдап, болашақта шығып, абақтыдан шығып, бірге тұрып, бір үйде бір шаңырақта бақытты боламыз деп уәделеседі. Джихан да өз уәдесін беріп, яғни Мелекке уайымдама, өз-өзіңді күт, бала үшін саған уайымдауға болмайды. Дені сау ұрпақ керек, балалы болғаннан кейін де жақсы өмір сүреміз деп Мелекті жұбатады. Мелек өзінің қатты жақсы көретіндігін айтады. Джихан да жақсы көретінін айтады. Таксин прокурор мырзаға келіп, өзін Джихан Шансалан атқанын, атпаған, оның оң қолы атқанын айтады. Не болса да сол Сиркат атқанына көз анық жетіп тұр. Джихан мен Мелек ұзақ уақыт сөйлесіп, қоштасуға бір-бірін қимайды. Сол уақытта абақтыға қайтып келген Джихан дастархан жайылып отырғанын көріп, қызметкерлермен бірге абақтыда жатқан адамдармен бірге тамақтанады. Таксин болған жағдайды есіне түсіргендігін және не үшін барғандығын барлығын айтып береді. Прокурор мырза да оған сенеді. Джихан мәз-майрам барлық адамдармен көңілді отырып тамақтанады. Барлығы Мелек ханымды мақтап, оның қолына дерт бермеуін және де рахмет айтады. Адвокат мырзамен сол кездегі Джиханның кеп бірге тамақтанып, Мелекке рахмет айтып, барлығы алғысын жаудыра бастайды. Барлығы арқа-жарқа болып тамақтанып, Джихан мырзаның жағдайын жасайды. Джиханның қарындасы адвокат мырзамен кездесіп, өткен кеткендерді талқылауға келіседі. Полиция қызметкерлері Таксин мырзаның оң қолын абақтыға алдырып тергемекші болады. Тергеу барысында Таксин мырзаның оң қолы мойындамайды. Және де бұл істі мен істемедім деп біразға дейін алып барысады. Бірақ шегінерге жол жоқ екенін және де қастандықты сен жасағаныңды, Таксин мырзаның атқанын сен екенін бәрін білеміз. Несіне жасырасың? Осы жерде мойында. Барлық мойныңа ал. Джихан мырзаның кінәсіз екенін айт. Джихан атпағаны туралы айт деп прокурор мырза біразға дейін Таксин мырзаның оң қолын әурелейді. Джиханның қарындасы адвокат мырзамен ұзақ сөйлесіп, балалық шағындағы естеліктерін, яғни ағасымен бірге келіп қыдырып Каппадокияны аралаған кезін бәрін айтады. Таксин мырзаның оң қолы барлық жайтты жаймендеп айта бастайды. Джиханның қарындасы ұзақ сөйлесіп, адвокат мырзаға көңілі бар екенін білдіріп, барлығын айта бастайды. Сол кездегі киген көйлегін барлығын айта бастайды. Таксин мырзаның оң қолы неден басталған жаймендеп баяндап береді. Таксин мырза басында Джихан мырзамен кездесу үшін жолға шығады. Артынша бір өзін жалғыз жібермейін деп тапаншасын алып бірге Таксиннің артынан жүріп отқанын айтады. Уайымдағаны сонша артынан аңдитынын айтады. Жаймендеп аңдып келе жатып барған Таксин мырзаның машинасында адам болмаған соң артынан аңдай бастайды.